Бүгінде әлемді алаңдатқан экстремизм мен терроризм мәселесі біздің еліміз үшін де шетін тақырып емес. Жүздеген ұлттар мен этностың, бірнеше дәстүрлі діндердің басын қосқан еліміздің ерекшелігін теріс мақсатта пайдаланғысы келетін топтардың төбе көтермей қалмасы да айқын. Осынау бірлікке ұйыған жүздеген ұлттардың ынтымақты мекеніне айналған елдің тыныштығын бұзғысы келетін топтар дінді өз мақсаттарына пайдаланып, дүйім жұртты дүрліктіргені көңіл қынжылтады. Дінді ұстай алсаң қасиетін, ұстай алмасаң қасіретін дейді. Шындығында дін ол мейірімділіктің символы, тыныштықтың тұғыры, ғылымның жаршысы. Дегенмен 21 ғасырдың әлеміне қарайтын болсақ, әлем тыныш емес. Себебі дінаралық қақтығыстарға куәміз. Соның ішінде ислам әлемінде болып жатқан дінаралық қақтығыстар, соғыстар, Сирия елі, Йемен елі, Ауғанстан, Ирак елдерін айтсақ болады. Неге деген сұрақ туындауы мүмкін? Зерттеу барысында екі мәселе анықталып отыр. Ол біреуі білімсіздік, екіншісі мейірімсіздіктің орын алуы. Енді Құран кәрімде білім мәселесінде адамды екіге бөледі. Зумар сүресінің 9 аятында білетін адамдар мен білмейтін адамдар еш уақытта тең емес дейді. 2017 жылы Астана қаласында ислам ынтымақтастық форумы өтеді. Бүкіл ислам әлемінің президенттері қатысады. Осы жерде маңызды бір мәселені ортаға қояды. Ол да білім мәселесі. Ислам әлемінің тек 45% ғана әріп таниды, 55% әріп танымайды. Мен сауаттылықты айтып жатқан жоқпын. Кәдімгі өзінің аты жөнін жаза алмайтындардың деңгейі 55% құрап отыр. Бұл дегеніміз ислам әлемінде 1,5 миллиардтан астам мұсылмандар өмір сүріп жатса, 900 миллионнан астамы әріп танымайды деген сөз. Енді осыған қарай тұжырым жасай беріңіздер. Исламда әлемде болып жатқан бөлек соғыстың себебі біріншісі ол білімсіздік. Алды-артын ойламаған кейбір азаматтардың ислам атын жамылған тек өздерін ғана шынайы мұсылманбыз деп, өзгелердің барлығын кәпір есептейтін және өз отанын тәрк етуші адасқан ағымның құрбанына айналғаны өте өкінішті және қауіпті жағдай болып отыр. Екінші мәселе мейірімсіздік. Бұл мейірімсіздік қалай? Қазір ислам әлемінде сондай деңгейге өттік. Сенің ақидаң менің ақидама сай емес, яғни сенің сенімің менің сеніміме сай емес деу арқылы бір-бірімізді жек көру процесі орын алып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: иман етпейінше жәннатқа кіре алмайсыңдар, бір-бірлеріңе мейірім болмайынша иман еткен болып саналмайсыңдар дейді. Мейірім кеткен жерден имандылық кетеді, адамгершілік кетеді. Адамгершілік, имандылық кеткен жерден ол атыста болады, шабыста болады, бүлікте болады, соғыста болады деген сөз. Сондықтан осы екі маңызды құндылыққа мән беруіміз керек. Ол біріншісі білім, екіншісі бір-бірімізге деген махаббат, мейірім. Бақыт қайда барасың? Соғысқа құмар ой жоқ, ұлан асыр тойы көп, бейбіт елге барам дейді. Бейбітшілік пен мейірімділікті мақсат ететін Абай атамыз айтқандай, адамзаттың барлығын бауырым деп сүюге шақыратын дәстүрлі ислам діні қоғамның тұтастығына, елдің бірлігіне сызат түсіруші, кез келген адами құндылыққа сай келмейтін құбылыстарға түбегейлі қарсы.